Футбол бұл өмір, ал 13-ші сектор арнасы футбол ақпараттарын жеткізуші арна. Бүгін біздің арнамыздан көретін жаңалықтарыңыз. Евро 24-те А тобында барлық мәселе шешілді. Гави жақында қатарға қосылмайды дейді Барселонаның дәрігерлері. Германияның тәртібі Ламин Ямалға өте қиын болды. Ямалға қысым жасалып жатыр. Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, еңбегімізді бағалап, лайктарыңызды басып арнамызға жазылып отырыңыздар. Ал енді біз бастаймыз. Кеттік. Барселона клубы трансферде көбінесе жартылай қорғаушыларды қарастырып жатыр. Себебі жартылай қорғаныста көп кемшіліктер бар. Гавиді білесіздер, жарақат алып қалды. Ол біраз болды жатқанына, және де Барселонаның дәрігерлерінің айтуынша осы жаңа маусым басталғанда Гави қатарда болады, дайын болады деген ақпараттарды шығарған еді. Қазіргі ақпараттарға сүйенетін болсақ, Гави әлі де дайын болмайды. Гави әлі де 4 ай емделетін болады. Жаңа маусым басталғаннан кейін 2 айдан кейін барып алаңға шығуы мүмкін. Ал Гави шыққанша Барселона қарап отыра алмайды. Гавиді ертерек шығарып жіберіп, тағы да жарақат алып қалғаннан қарағанда әбден емделсін, дайын болып, толықтай дайын болып шықсын алаңға деген ойлары, тұжырымдары бар екен. Ал Барселона сондықтан да ең болмаса бір еркін агент ретінде бір ойыншыны алып келетін болады. Гави дайын болғанша ойнай тұратын, немесе топ жартылай қорғаушы алатын болады шамалары келсе. Гавидің жарақаты емделуі созылып кеткен тәрізді. Достар, бүгін бізді өте тамаша ойын күтіп тұр. Хорватия ұлттық құрамасы мен Италия ұлттық құрамасының арасындағы кездесу. Хорватияға жан керек, Хорватия жанын беру керек бүгінгі ойында. Барын салу керек. Бүгін Италияны жеңетін болса, екінші орынмен келесі кезеңге жолдама алып кететін болады. Ал Хорватияға қарағанда Италияның жағдайы әлбетте жақсы. Италияда 3 ұпай бар, және де бүгінгі ойында тең нәтиже ұстап қалса да оларға жеткілікті. Ал құрам жағынан қарайтын болсақ, Италия ұлттық құрамасы Хорватияны жеңіп кетуге де мүмкіндігі бар. Тең нәтиже ұстайым десе де ұстап қала алатындай ұлттық құрама. Хорватияға бұл жерде өте қиын болады, және де Хорватия қолынан келгенше шабуыл жасайтын болады, және де Хорватия бір гол салатын шығар деген ой бар. Ал Италия жеңеді деген ой бар. Жалпы бүгінгі ойында қорғаныстағы ойын болады дегенді айтуда сарапшылар, бірақ та менің ойымша шабуылдаушы ойын болады бүгін екі командада. Бүгін екі таймда да гол болады дегенде бізде болжам бар. Ал егер де өздеріңіздің болжамдарыңыз болатын болса, осы 13-ші сектор арнасының демеушісі 1xbet 13-ші сектор промокод арқылы сіздерге бонустар беруде. Алғашқы депозит үшін 200 000 теңгеге дейін бонус беріледі. Бұндай мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Бұл бонустарды алып қалу үшін сіздерге жай ғана видеоның астындағы сілтемеге өтсеңіздер жеткілікті. Ал енді кеше бір топтың мәселесі толықтай шешілді. Кезек тоқталып өтейік. Бірінші Шотландия Венгрияның ойынына тоқталайық. Бұл екі құрама бір-бірін ала алмады десек те болады. Бір-біріне голды сала алмады. Соңына дейін айқасты, және де Венгрия ұлттық құрамасының шабуылшысы жарақат алып қалды. Бұндай да мәселелер болды. Ойын созылып кетті, және де ойынға 10 минут қосқан еді. Сол 90 плюс 10-ші минутта, 100-ші минутта Венгрия ұлттық құрамасы жеңісті жұлып алды, және де 3-ші орындар арасында таласатын болады. Венгрияда әлі де мүмкіндіктер бар деген сөз. Ал Германия ұлттық құрамасы Швейцариямен ойнады. Швейцария өте жоғары деңгейдегі ойын көрсетті деп айта аламыз. Германия ұлттық құрамасы да соңына дейін айқасты. Соңында 90 плюс 2-ші минутта Фюлькруктың голымен әйтеуір аман қалды. Тең есепті ұстап қалды, және де бірінші орынды да ұстап қалды. Бұл топта Германия ұлттық құрамасы бірінші орында, Швейцария екінші орында, Венгрия үшінші орында, ал Шотландия Польшамен бірге Евромен қоштасты. Ламин Ямал үшін Германия жақсы болып тұрған жоқ. Германияның тәртібі бар, жалпы 18 жасқа толмаған ойыншы адамдарға жалпы жұмыс жасауға болмайды кешкі сағат 8-ден кейін. Ал Ламин Ямал 16 жаста екенін білесіздер. Және де хорваттарға қарсы ойында голдық пас беріп, жалпы Евро тарихындағы ең жас пас берген ойыншы болып тіркелді. Ал енді жәнегі заңды, Германияның заңын Италияға қарсы
қарсы ойында бұзған екен. Италияға қарсы ойында кеш шыққан алаңға, және де Ламин Ямалды білесіздер, өздеріңіз басынан бастап соңғы минуттарға дейін ойнайды. Ойынның соңында ғана ауыстырса ауыстырады, ауыстырмаса 90 минут ойнап беретін ойыншылардың бірі. Сондықтан да енді Италияға қарсы шыққан ойында бұл тәртіпті бұзған. Германияның бұл тәртібі, сіз Германияның азаматы болмасаңыз да жасалу керек тәртіп екен. Ал енді осы үшін осы мәселелерді қазір қаралып жатыр. Ямалдың Албанияға қарсы ойынға алаңға шықпауы мүмкін. Бұл жаза болып саналады. Немесе әр ойында 30 мың евро айыппұл салатын болады. Әр ойын сайын 30 мың евро беріп отырса да болады Испанияға, себебі Ламин Ямал сияқты ойыншы керек оларға. Немесе алдыңғы ойындарда сағат 8-ден ерте болатын ойындар болса, Испания ойнайтын болса, бір тайм ғана ойнатып отыруы мүмкін Ямалды. Осындай ақпараттар бар Ямал үшін, және де Испания ұлттық құрамасы үшін бұл сәл қиындау болып тұр Германияның бұл тәртібі. Бүгінге осы достар, назарларыңызға рахмет. 13-ші сектор арнасын қолдап жүріңіздер. Арнамызға жазылып қоңыраушаны басып қойыңыздар. Біз сіздер үшін күнделікті футбол ақпараттарын шығаратын арнамыз достар.